Сәлем сұлулар, бүгін сіздермен балаларымның сүйіп жейтін пицца рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше бірге жасап көрейік. Ең әуелі таза құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстіне өлшенген суымызды және де алдын ала қысқа толқынды пеште ерітіп алған сары майымызды салып, одан кейін рецепт бойынша 2 жұмыртқамызды салып, осы ретте өз қалауларыңызша шамалы ғана қантымызды және де дәміне қарай тұзымызды салып аламыз да, одан кейін ашытқымызды салып, қолымыздың көмегімен ашытқымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді дәл осы сұйықтығымыздың үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Иленген қамырымыздың үстіне шамалы ғана сұйық майымызды қосып, осылай домалақтап аламыз. Ендігі кезекте арасына салатын, яғни шұжығымыз бен балғын ірімшігімізге кірісеміз. Ол үшін шұжығымызды осылай домалақтап турап аламыз да, және де 2 түрлі ірімшігімізді осылай үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Ендігі кезекте ашыған қамырымызды дәл видеодағыдай 3 бөлікке бөліп аламыз да, осылай домалақтап дайындап аламыз. Бөліктерге бөлінген қамырымызды оқтауымыздың көмегімен ұн себе отырып, жақсылап жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды формамызға қойып, оның үстіне соусымызды жағатын боламыз. Бізге ең әуелі кетчуп және майонез қажет болады. Қамырымыздың үстіне бір келкі етіп жағып шығамыз. Сонан соң моцарелла ірімшігін осылай төсеп шығамыз. Одан кейін қалауыңызша туралған шұжығымызды да осылай қойып шығамыз. Дәл осы пиццамыздың үстіне сметанковый ірімшігін де дәл осылай себелеп қойып шығамыз. Ендігі кезекте алдын ала қызып тұрған пешімізде пиццамызды беті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Міне, біздің өте керемет пиццамыз дайын.